Ассалаумағалейкум. Мен Жасұлан Сыздық және екінші сабаққа қош келдіңіз. Бұл жолы мен стандарттық емес бір өзімнің емес, қазіргі соңғы 10 жылдықтың ішінде қатты қолданысқа ие, сондай керемет сондай керемет тез пайдалар тауып жатқан, табыстар тауып жатқан құралдың бірі бұл 21 ғасырдың инвестициясы. Мен дәл солай атадым, себебі ол 21 ғасыры туылды және 21 ғасырдағыдай бәрі тез, жылдам, әрі ауқымды болуы тиіс. Әрине, традициялық инвестиция жаңағы компанияларға акцияларын сатып алу, облигацияларын сатып алу мысалы, оның бәрі жақсы, ол істеп жатыр, ол өсет, бірақ ол ұзақ мерзімді. Ал бұл қазір мен сізге айтып отқаным, бұл 21 ғасырдың криптовалютасы. Криптовалюта қазір әлемде валюталар биржасында биткоин атты ең бірінші шыққан криптовалюта айналымда, және оны сатып алып, сату арқылы сұранысқа соншама ие, сондықтан оның бағасы қазір доллардан да, евродан да өте жоғары. Ал бірақ сол кезінде бар болғаны 3 доллардан басталған болады. Сонымен кеттік. Криптовалютаның ата-бабасының тарихы дейді. Ол сонау 1983 жылдары жатыр. Ол жерде криптовалюта емес, жаңағы цифрлық валюта дейді, цифрлық жаңағы жеңілдік беретін неше түрлі бонусный дейді ғой системалар. Сондай бонустық жүйелер пайда болған, және бұны сол жылдардан бастап бірнеше рет осы бонустық жүйені ақшаға айналдырмақшы болған, бірақ сол күйінше 2008 жылға дейін бұл кәдімгі біз қазіргі жаратып жүрген валюталар ақша ретінде қалып қойды. Сонымен 10 жыл бұрын осыдан криптовалютаның атасы деп айтсақ болады, биткоин пайда болды. Толық 5 жылға жуық биткоин бәсекелестері осы алгоритмдармен өз нұсқаларын жасау үшін неше түрлі криптовалюталар ойлап тапты. Және ол биткоиннан кейінгі шыққан криптовалютаның бәрін біз альткоин деп атаймыз. Альткоин деген сол криптовалютаның клоны. Соның алгоритмі, соның цифрлық жүйелердің бәрін пайдалана отырып, кішкене өзгерістермен, немесе кейбіреулері өзгертпей, дәл солай көшіріп алып шығарып жатқан криптовалютаның түрлері. Сонымен биткоинді кім ойлап тапты? Биткоинді Сатоши Накамото деп атайды, ол кісіні жапондық кісі дейді. Бірақ кейбір деректерге сүйенсек, бұл Сатоши Накамото деген бір проект, оның ішінде 10 шақты адам жұмыс істеп, осылай биткоин атты криптовалютаны ойлап тапқан деп айтуда. 2009 жылдар алғашқы рет монеталық сатылымға шыға бастады, және бұның бағасы сол биткоинді шығаруға қанша электроэнергия кетті, электр қуаты, соның ғана бағасымен тепе-тең болған. Сонымен Сатоши Накамото қазір аты аңызға айналған адам, себебі биткоиннің тиындарын сатоши деп атаймыз. Мысалы, бір биткоинда 100 миллион сатоши бар. 100 миллион. Сонымен криптовалюта не үшін пайда болды? Криптовалютаның негізгі пайдасы ол интернет желісі арқылы комиссиясыз анонимді ақша аударымдарын жасау. Банктарды айналып өту. Мысалы, сіз қазір Western Union, басқа да жаңағы неше түрлі банктық ақша аудару жүйелерін қолдансаңыз, оны сіз үйде отырып біріншіден істеу қиын. Қазір енді бар шығар, кейбір банктерде бар. Мысалы, Каспий сияқты, үйде отырып жібере саласың, комиссиясыз. Бірақ үлкен ақшаны жібере алмайсың. Үлкен ақша лимит болады. Ал
өзіңіз ойланып қараңыз, енді қазір үлкен бизнесмендер, әлемдік жаңағы компаниялар банктар арқылы жібергенде миллиондаған ақшадан қаншама пайыз комиссия банктар ұстап қалады. Сол жүйеде бұл өте көмектеседі, өйткені өте төмен пайызда комиссиясын алады, немесе кейде алмайды да. Және де анонимді түрде қалуға болады. Мысалы, бір компанияға немесе бір жеке адам екінші адамға жіберген кезде бір-бірін ғана олар біледі, бір-біріне жібергенін, мысалы, кім екенін. Қалған ешкім оны анықтап, қанша ақша жіберді, қалай жіберді, ол кім, оны білу өте қиын. Сол себептен криптовалютаның әлемде дамып кеткені, сол себептен криптовалютаның әлемде керемет атаққа ие болып жатқаны сол. Мысалы, әлемде криптовалютаның қанша түрі бар қазір. Coin Market Cap Forbes мәліметтері бойынша криптовалюталар әлемде бүгінде сандық ақшаның 1100-ден астам түрі бар екен. Енді ойланып қараңыздар, соның барлығының капитализациясы, қазір криптовалютаның капитализациясы қолға ұсталмайтын ақша, виртуалды ақша, цифрлы ақша. Соның капитализациясының өзі әлем бойынша 133 миллиард. Ол деген бір осы кішкене ғана 10-12 жылдың ішінде осылай өсіп тұр. Әр криптаның әртүрлі тартымды қабілеттері бар. Бұл мысалы 1100-дің жартысы ғана бір-біріне қатты ұқсайтын шығар. Қалғандарының өзінің бір жеңілдіктері немесе тездіктері, сондай шапшаңдық жағынан, басқа да анонимді жағынан бөлінеді. Мысалы, қазір үздік бестікте тұрған криптовалюталар, мысалы, олар эфириум, екінші орында тұр биткойннан кейін, мысалы. Олар арқылы келісімшарттар валютасы дейді, оны мысалы ақылды дейді. Ақылды келісімшарттар валютасы. Өйткені, мысалы, бұл жерде сіз екі дос бір-біріңізбен, мысалы, футболдан болсын, бір жерден болсын, немесе былай спор жасадыңыздар, мысалы, бәсекеге бардыңыздар, бәсекелестіңіздер. Сонымен кім ұтады, соған беріледі деген шешім қабылдайсыздар дағыны, осы эфириум арқылы сіздер келісімшарт жасайсыздар. Сол кезде эфириумның жүйесі сіздерге осы жаңағы матч біткенше және кім жеңімпаз болып анықталғанша ол ешкімге оны аудармайды, ол ортада нейтральный дейді ғой, жерде тұрады ақша, және ұтқан адамға сол түседі. Сондай күшті керемет қабілеттіктері бар. Және Ripple дейді, ең жылдам криптовалюта деп атайды, мысалы. Өйткені қазір айтайын, егер банктың айналымы $5 миллион болса, және транзакциялар саны жылына 300 мың дана болса, онда сіз әр транзакция үшін $3-4 үнемдей аласыз дейді. Бұл жерде және үнемдей де алады екенсіздер. Ripple технологиясын қазірдің өзінде Bank of America, HSBC қолданады. Биткойн мен эфирден айырмашылығы, Ripple криптовалютасын майнинг ету мүмкін емес. Яғни шығару, өзіңе ферма жасау мүмкін емес. Бұны орталықтандырған жүйе, онда барлық сандық ақша бір компанияға тиеселі. Ripple Lab деген компания бар, сол жерге ғана тиеселі, және сол жерден ғана ол шығады. Қазіргі уақытта 38 миллиардтан астам криптовалюта берілген. Мысалы, сосын Litecoin дейді. Litecoin жылдам транзакцияларға арналған сандық ақша. Мысалы, ол криптовалюта нарықтың жалпы құнын 2%-нан алады дейді. Бұл 2,7 миллиард доллар. Litecoin 2011 жылы бұрынғы Google инженері Чарльз Лидің арқасында пайда болды. Және Litecoin сондай-ақ эфириум сияқты, биткойн сияқты форк дейді. Мысалы, сол биткойннан көшіріп алған, тура сонда алгоритммен шығарылған, бірақ жылдамдау. Сонымен
Dash анонимді криптовалюта. Бұлар 7,5 миллионнан астам бірлігі бар, және бір Dash $327 тұрады екен қазір мысалы. Анонимдігі соншама жіберген адам да, алған адам да бір-бірін білмеуі де мүмкін. Кім екенін, қалай екенін, информация, жаңағы ақпарат дейді, онымен ешкім қолдана алмайды. Және бұлардың жіберу түрлері де, мысалы, тез ауысып тұрады. Мысалы, сіз оны іздеп табам дегенше, оның цифрлық жүйесі басқа жаққа ауысып кетеді. Яғни оны сіз жаңағы IP, ID дейді ғой, сол арқылы тауып, мысалы, анықтай алмайсыз. Dash'тың анонимдігі өте жоғары. Міне осылай басқа криптовалютада ерекшеліктермен жалғаса береді. Бірақ ең бастысы бұл емес, меніңше ең бастысы ол әлемде электронды цифрлық валюталардың дамып, келер 15 жылдықтың ішінде ақшалардың орнын басуы, кәдімгі традициялық материалды ақшалардың орнын басады. Кейбір мемлекеттерде криптовалюта ұлттық валюта ретінде жұмыс атқарып, инфляцияның басын қайтарып жатыр. Сенесіздер ме? 2009 жылдан бастап биткойнның өсу қарқыны өте керемет жоғары, 1700%-дан асып тұр. Себебі қаншама рет биржада құлап жатса да, егер сіз 2009 жылы, 2016 жыл аралығында биткойнды сіз сатып алған болсаңыз, сіздің салған ақшаңыз 1700%-ға өсуі мүмкін еді. Мүмкін емес, қазір осындай, дәл сондай бағамен сатылып жатыр. Биржаға кіріп көрсеңіздер болады мысалы. Менің өзімнің басымнан өткен бұл. Менің досым 2014 жылы мен традициялық бизнес жасап жүргенде, әрине менде ол кезде қолда ақша болды, алуға да. $350 тұратын биткойнды сатып ал деп айтты. Өйткені болашақта бұл қатты өсіп кетеді деп. Мен оған сенген жоқпын, өйткені 2014 жылы Қазақстанда ондай ұғым болған жоқ. Криптовалюта немесе қолға ұсталмайтын ақша ол не деп. Менің ойыма тек қана түскені ол сәтте, бұл деген пирамида. Жоқ, әрине, мен қателеспін. 6 айдан кейін, 7 айдан кейін, 6 айдан кейін ба, мен телевизор қарап, диванда жатқанымда хабарлардан мен көрдім, $9,000 болған екен. Мен атып тұрдым. Бірақ жіберілген нәрсе жіберілді. Дүние, мысалы, ол арада ойласаңыз бір 6 ай, 6 айдың ішінде қаншама пайызға ол өсіп кетті. Қаншама пайда көретін ек, табыс көретін ек, және оның бәрі өтті, кетті. Әрине, мен оған қазір айтам, мен жарайды, ол өтетін нәрсе өтті. Енді сондай бір мүмкіндік іздеу керек, және соған солай инвестиция жасау керек деп. Сондықтан мен өмір бойы қазір сол жылдан кейін криптовалютаға қатты сенемін, оның болашағына сенемін, және жаңадан шығып отқан криптовалюталарға инвестиция жасауға тырысамын. Оны мен келесі сабақтарда айтып кетемін сіздерге, қай инвестиция жасап жатқанымды, және традициялық жүзуде қай жаққа жасап жатырмын, криптовалюталарды мен қай жерден алып, қай жерден сатып жатырмын, соның бәрін мен сіздерге айтып кететін боламын. Бұл өте қызық, өйткені жай ғана 2016 жылдан бастап алсаңыз, 2016 жылдан бастап 4 жылдың ішінде мысалы қаншама пайыз өсіп кетті. Бұл деген керемет, бұны инвестиция деп атауға болмайды. Бұны бір Алланың беріп жатқан бір керемет саған табысы, берекесі. Және дәл қазір, дәл бүгін, бұл қазір қарқынмен өсіп жатқанда, қарқынмен сондай трендке кіріп жатқанда, бұны қолдан басқа қандай амал, тек қана қолданып, пайдасын көру керек. Сонымен, Латын Америка елдері және Африка мемлекеттері ұлттық валюта ретінде криптовалюта шығаруда, мен жаңа айтып кеттім. Венесуэла елдерінде алғашқы рет Петро атты криптовалюталар шығарды. Оның көмегімен үкімет ақш санкцияларын айналып өтіп, экспортталған мұнай үшін қаражат алуды
жоспарлап отыр дейді. Бұл ақпарат 2018 жылғы ақпараттар. 2 жылдың ішінде бұлар петераны шығарды. Міне оң жағыңызда, сол жағыңызда тиынның түрі тұр, және ар жағында өздерінің жалаулары. Мынау мұнай саудасынан басқа Венесуэла үкіметі бұл монетаны Латын Америкасының ондаған елін қамтитын Боливиялық халықтар альянсының бөлігі ретінде пайдалануға ұсынды дейді. Бұл елдің қарапайым кәсіпкерлері мен тұрғындары экономикадағы шектеулерді айналып өту үшін сандық валюталарды пайдаланады дейді. Иә, шынымен де Африка мемлекеті, жаңағы оңтүстік Америка мемлекеті өте қатты пайдалануда, өйткені оларда қазір гиперинфляция дейді. Гиперинфляциядан шығу құралы ретінде пайдаланады. Оңтүстік Американың кейбір елдерінде ұлттық валютаның құнсыздануына және нәтижесінде гиперинфляцияға әкелетін экономикалық күйзелістер болды дейді. Бұның бәрі сол санкциялар, бұның бәрі сол ақш-тың долларының қымбаттауы, евроның қымбаттауы, және бұлар алып-сатар экспорттау, импорттау кезінде тек қана сол осы валюталарды қолданады. Сондықтан да бұларда инфляцияның түрі қатты өсіп кетті. Сондықтан да Аргентина биткоин бөлшек сауда көшбасшы болып табылады дейді. Қазір Аргентина қатты дамуда осы жағынан. Өйткені бұлар кез келген банкоматтардың қасына өздерінің биткоин банкоматтарын қойып, және сол арқылы көп пайдаланады халықтары. Мұның себебі Венесуэладағы сияқты көп жылдық гиперинфляция. Әлемдегі ең жылдам өсіп келе жатқан биткоин банкоматтары осы Аргентинада. 2019 жылдың соңына қарай 2000-нан асатын болған. Үкіметтің пікірінше гиперинфляцияны жоюға мүмкіндік берді. Олар әрине бұны санап істеп жатыр. Латын Америкасы елдері үшін арнайы криптовалюта Uppercoin әзірленді. Uppercoin'тің бір кереметі, оның көмегімен төлемдер жасау үшін смартфонға арнайы қосымшаны орнатасыз. Айрықша ерекшелігі комиссияның болмауы дейді. Көрдіңіздер ме? Комиссиясыз сіз бірдеңкелерді төлеп, сол арқылы сіз сатып алулар жасайсыз. Ешқандай комиссия төлемейсіз. Және транзакцияларды жүргізудің жоғары жылдамдығы 10 секундтың ішінде транзакция бірден бірге жүргенде 10 секундта жіберіледі. Кейбір бөлшек сауда компаниялары осы криптовалютаны пайдаланған кезде 40%-ға шейін жеңілдік ұсынады. Қараңыздаршы қалай қолдап отыр. Бұны тек мемлекет емес, халықтың өзі қолдап отыр. Қазір криптовалюта қайда жұмсауға болады? Мысалы, алдыңыз криптовалюта сізде бар, оны қайда жұмсайсыз? Дөңгелектен бастап зымыранға дейін жұмсауға болады. Әлемде көптеген компаниялар сандық ақша қабылдайды. Биткоин мен қазірдің өзінде Amazon, eBay бөлшек жаңа порталдарында төлеуге болады. Салық төлеуге, қоғамдық көлік төлеуге болады, және мұнымен шектелмейді дейді. 4 жыл бұрын 2015 жылы биткоин желісіндегі транзакциялардың жалпы көлемі дейді Western Union америкалық төлем жүйесінен асып түсті. Western Union бүкіл әлемде бар, мысалы, достар. Бүкіл әлемде бар. Western Union'ның жібермеген отбасы жоқ шығар. Бір қаладан бір қалаға, мысалы, студент болсаңыз, сіз ауылдан барып, қалаға әке-шешеңіз ақша жібереді. Сол кезде Western Union'ны салып жатқандар болды, алып жатқандар болды. Және сол жүйеден бұл асып түсті, бұның несі, транзакциялары, биткоинның. Мысалы, астында тұрған компаниялар, мына Dell, Amazon, PayPal, Reddit, Time, WordPress, соның бәрі осы биткоинмен қазір қолданады. Және Louis Vuitton, Gucci, Philip Plain, басқа да неше түрлі брендтер, әлемдік брендтер, барлығы осы биткоин криптовалюталарды алады, сонымен төлемдер жүргізеді, транзакция жасайды. Сондықтан да бұл болашақ біздің валюта. Қазір енді пандемия, коронавирус болды. Бұл оның үстіне қатты әсер етіп, қазір биткоиннің қатты шарықтап кеткен бір себебі сол деп ойлаймын өзім. Өйткені кез келген банкоматқа барсаңыздар, ақша шешіп алмай қойыңыз, одан да карта арқылы төлеңіз, сол тиімді, өйткені жұғып кетуі мүмкін. Қолдан қолға ақша бергенде деп жазылып тұрады, өздеріңіз көрген шығарсыздар. Ал дәл қазір бұл
виртуалдық ақша бізге керемет осы жағынан да көмектесіп жатыр. Сондықтан да бұлардың қазіргі болашағы, бұлардың қазіргі өсімі керемет. Сандық ақша саяхатты төлеу онлайн, саяхатты төлеу онлайн және басқа да жаңа мен айтып өттім ғой, неше түрлі барлығын төлеуге болады. Криптовалюта үшін тауарлар мен қызметтер нарығының өсуі күн сайын цифрлық валюталармен төлем жасайтын жаңа ұйымдар пайда болды дейді. Бұл мейрамханалар, жаңа фастфудтар бәрі алып отыр. Макдональдс алып жатыр мысалы достар. Сонымен сіздерге осымен қазіргі криптовалютаның қысқаша ұғымы, қысқаша түсініктемесі және бұл қайдан шықты, неғылды бәрін өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Бұл информацияларды мен қазір осы сіздерге көрсетіп жатқан презентацияны бәрін осы видеоның астына жүктейтін боламын. Оны көшіріп алып, қайтадан оқып, көріп отырып, соны мысалы басқа да адамдарға, достарыңызға, барлықтарына жіберсеңіздер, бұл нұр үстіне нұр. Себебі сіздер біреуге көмектесу арқылы керемет айтады ғой, ең бақытты адам біреуге көмектескен адам. Шынымен де мысалы сізде көшеде біреуге көмектескен шығарсыздар. Бір әжеге жолдан өтуге ең болмаса, иә. Сол кезде өзіңізді қатты бақытты сезінесіз, шынымен де. Сондықтан да біреуге көмектесу арқылы бақытты болыңыз, өзіңіз бақытты болыңыз, оны бақытты қылыңыз, және де осындай мүмкіндіктерді басқаларға көрсетіңіздер. Сондықтан да мен бұл презентацияны астына жүктеймін өздеріңіз үшін және жақындарыңыз үшін. Мысалы, сіз биткоинні үй тапсырмасы, енді қараңыздар. Мысалы, сіз биткоин, эфириум және осы 2017 жылы шыққан криптовалютаның бір түрі Binance деген криптовалюта. Соны сатып алдыңыз, мысалы әрқайсысы 500 немесе 800 доллар арасында өздеріңіз санап көріңіздер, қаншаға сатып аласыздар. 800 доллардан да көбірек алсаңыздар болады, бірақ жалпы сөйтіп санап көріңіздер. Мысалы сіздер сатып алдыңыздар, ал қазір 2020 жылы қанша ақша табар едіңіздер солардан. Сол биткоин шыққан жылдан бастап, эфириум шыққан жылдан бастап, Binance шыққан жылдан бастап, сіздер сол кезде шыққан кезде сатып алған кезде, қазір 20 жылы қандай пайда, қандай табыс табар едіңіздер. Соны сіздер санап, бәрін дұрыстап пайыздық мөлшер ретінде және ақшалай табыс ретінде жазып, маған үй тапсырмасы ретінде ұсынасыздар. Марафон соңында үздік баға алған бір немесе екі қатысушы, мен қазір бір деп жазып қойдым, бірақ көреміз. Бір немесе екі қатысушыға кеңес уақытын сыйлаймын. Сонымен барлықтарыңызға рахмет тыңдағандарыңызға, және бұны қайтадан көріңіздер, өздеріңіз ізденіңіздер. Бұны интернеттен қосып, бәрін іздеп, оқып, түсініп, болашағын және де басқа да керекті ақпараттарды алып, бойларыңызға сіңіріп, және осы арқылы керемет пайда табуға болатын көздерді іздесеңіздер болады. Сонымен жақсы, сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше үй жұмысын ертең бір күннің ішінде мен сіздерге кешке дейін күтемін. Кім жібереді, соны қараймын және ішінен жеңімпазды анықтайтын боламын. Сау болыңыздар.